Донызды неліктен қазіргі заманда күмәнді нәрсе көп болып кетті. Себебі донызға субсидия өте үлкен көп мөлшерде беріледі екен. Именно біздің Қазақстанда көп беріледі. Және де доныз мынау ненің тұрғысынан бизнес тілмен айтқан кезде нулевой процесс. То есть отход қалмайды. Доныздың жаңағындай орыстарда мынандай сөз бар ғой. В производстве свинины используется все, кроме ее визга дейді. Яғни сонда Алла сақтасын, доңызды өндіру, доңыздың етінен жаңа тағамдар өндіру былайша айтқанда кәсіп үшін ыңғайлы болып тұр, Өте ыңғайлы. Себебі одан отход қалмайды. Барлық оның даже теріден бұрын жаңағы даже копытасы дейді ғой. Барлығы даже миындағы несінен пептидтар жасалады. Жаңа аптекада көптеген дәрілер бар ғой. Из мозга свиньи деп тұрады. Жаңағындай кәсіби тұрғыдан бұл өте сондай бір тиімді нәрсе, өзі тамақ талғамайды, ол деген көп жаңағындай туа береді дейді ғой. Тез көбейеді. Өз баласын өзі жейді. Ол енді жаңағындай. Онысы тағы бар, Және доңыздың бар ғой, қазіргі таңда көп жерге пайдаланады. Біз бар ғой, біз тіпті білмейтін дүниелер көп қоя демек. Қайда қолданып жатқан? Мысалы, сала дейміз, жаңа орыстар сондайын ғана пайдаланады деп ойлаймыз ол негізінде. Негізінде ол сіздің балалардың көбінесе жеп отқан балмұздағы жаңағындай конфеттерінде көп кездеседі.